Ахмет Беринді іздеп кітапханаға келеді. Ол Беринге қарама-қарсы отырып қағазға үнсіз оған хат жазады. Берин Ахметтен ажырасу туралы жаңалық бар ма деп жазады, бірақ Ахмет хабар жоқ екенін жазады. Сол кезде Берин ашуланып, Ахметті өтірікші деп айқайлап, кітапханадан ашуланып шығып кетеді. Кешке дастархан басында бәрі көңілді отырады, тек Жәмиленің екі қызы көңілсіз болатын. Сол кезде Жәмиле балаларға жұмыс тапқанын және енді дүкенде балық сататынын айтады. Біраз уақыттан кейін ол ас үйге барып, оңаша қалған сәтте Бериннен Ахметтің ажырасу ойы бар ма деп сұрайды. Берин Ахметтің әлі ажыраспағанын айтады. Жәмиле қызына қарап, оның болашағы туралы уайымдайды. Дәл осы сәтте Айлин келіп, олардан өзіне қатысты әңгіме айтып отырма деп сұрайды. Бірақ Берин оған ешкім оны сөз қылып отырмағанын айтады. Айлин қолындағы ыдысын байқамай жерге түсіріп алады. Ашуға булыққан ол бұл үйден, шаң мен тапшылықтан шаршағанын айтып, бөлмесіне жүгіріп кетеді. Анасы оның неге бұлай ашуланғанын түсінбей, сұрақ қояды. Айлин болса жоқшылықтан шаршағанын, осындай үйде тұрғысы келмейтінін айтып, әкесінің үйіне кететінін мәлімдейді. Жәмиле оған рұқсат бермейді, бірақ Айлин тыңдамай, бұл үйде әрі қарай қор болып өмір сүргісі келмейтінін айтып, айқайлайды. Жәмиле оған қарап, қор болған адам жер таңдамайды деп бөлмеден шығып кетеді. Таңертең Айлин киімдерін жинап, анасын құшақтап жылайды. Жәмиле оған бұл үй әрдайым оған ашық екенін айтады. Айлин чемоданын көтеріп, әкесіне жол тартады. Осы кезде Берин мектепте сабаққа кетеді, ал Жәмиле кіші ұлы Османды әжесіне қалдырып, жұмысқа баруға дайындалады. Ол Хасифеге балық сататын дүкенде жұмыс істейтінін, бірақ бұл туралы ешкімге айтпауды өтінеді. Сондай-ақ Айлиннің әкесінің үйіне кеткенін хабарлайды. Айлин әкесінің үйіне келгенде, есікті ашқан Каролин оны жылы қабылдамайды. Айлин әкесімен оңаша сөйлескісі келетінін айтады. Әкесіне анасымен бірге тұрудан шаршағанын, енді тек әкесімен бірге болғысы келетінін жеткізеді. Бірақ әкесі бұл үйде Каролинмен бірге тұрып жатқанын, және жақында оған үйленетінін айтып, бұл шешімді Каролинмен ақылдасу керектігін түсіндіреді. Ол Айлинге қарап анасының қасында тұрғаны дұрыс екенін айтады. Айлин бұған ашуланып, үйден шығып бара жатып, әкесіне қарап, анам дұрыс айтқан екен, сен адам емессің деп кетіп қалды. Каролин болса, Айлиннің кетіп қалғанына қуанып, Алидың қолынан сипап оған дұрыс шешім қабылдағанын айтады. Теңіз жағасында отырған Айлин жылап, ендігі үміті Сонердің ұсынысын қайта ойлайды. Ақыры шешімге келіп, чемоданын көтеріп, ауруханаға барады. Ол Мұраттың палатасына кіріп, ұйықтап жатқан оны үнсіз бақылап отырады. Бір кезде Мұрат әлсіз дауыспен су сұрайды. Айлин оған су беріп, ештеңе деместен палатадан шығып кетеді. Жәмиле балық сататын дүкенге келген кезде, балықшы шал да сол маңда еді. Шал оған жұмыс барысын түсіндіріп, қалай балық сату керектігін үйретеді. Барлығын түсіндіріп болған соң ол кетіп қалады. Осы уақытта Али анасының жағдайын білу үшін Кемалдың үйіне барады. Ол жерде ұлы Османды көреді. Әңгіме барысында Осман байқамай анасының кешке үйге үлкен балық әкелетінін айтып қояды. Али бұл сөзден күдіктеніп, Османнан анасы балықты қайдан алатынын сұрайды. Бірақ Осман анасына уәде бергенін айтып, ештеңе айтпайды. Али бәрін түсініп, Жәмиленің балық сатумен айналысып жүргенін ұғып, оны іздеуге шығады. Мектеп сабақтан кейін мәдениет үйіне барып, байқауға қатысу үшін мұғалім Инжидің жетекшілігімен музыка сабағына дайындалады. Осы кезде Неджати бір оқушыдан мектеп туралы қауесет естиді, бірақ ол оған сенбей, бәрін өз көзімен көру үшін мәдениет үйіне барады. Сол жерде сырттай бақылап тұрған Неджати мектептің шынында да музыка үйірмесіне қатысып жатқанын көреді. Кахан бірнеше студентті жинап, залда үгіт-насихат жүргізіп отқан Ахмет пен анархистерге қарсы көтеріліс ұйымдастыруға келе жатыр. Сол залда Берин де отыр. Кахан өзінің жинап алған студенттерімен шабуыл жасап, төбелес бастайды. Ол Бериннің қасына келіп, бұл жерден дереу кетуді бұйырады. Берин қарсыласып оның бұйрық бергеніне ашуланады да, Каханның жағынан тартып жібереді. Ашуланған Кахан Бериннің қасына келіп құлағына сыбырлап, енді ештеңе бұрынғыдай болмайтынын айтады да, Кахан да қалыспай Бериннің жағынан ол да шапалақпен тартып жібереді. Бұл екеуінің көрінісін сырттай бақылап тұрған Ахмет дереу Бериннің қасына барады. Бірақ Берин Ахметке алаңдамауын айтып кетіп қалады. Ахмет оның артынан жүгіріп, үйіне дейін шығарып салғысы келеді, бірақ Берин қарсы болып, өзі бара алатынын айтады.
Ахмет оның бұл әрекетін түсінбей неге алшақтап кеткенін сұрайды. Берин оған өзің жақсылап ойланып көруін айтып жөніне кетеді. Али Жәмилені іздеп балық сататын дүкен маңына барады. Ол Жәмиленің сыртынан бақылап балықшы шалмен бірге жұмыс істеп тұрғанын көреді. Ашуға булыққан Али өзін ұстай алмай, олардың қасына келеді де, балықшы шалға жұдырық жұмсап тепкілей бастайды. Ол оған Жәмилеге жақындамауын ескертіп, ашуланып айқайлайды. Балықшы шал болса өзін қорғамай соққының астында қалады. Сол сәтте балықшы шалдың ойына өзінің туған баласы түседі. Ол кезінде әйелінен ажырасып екінші әйел алған еді. Ал өгей шешенің шағымымен балықшы шал туған баласын ұрып соғып жүрген. Соның салдарынан ұлы себепсіз таяқ жеп, ақыры әкесіне хат жазып, өз-өзіне қол жұмсағаны есіне түседі. Төңіректегі адамдар Алиді тоқтатып, төбелесті ажыратып алады. Бірақ Али балықшы шалға тағы да ескерту жасап, бұл әйелдің маңынан көрмеуін талап етіп, ашулы күйде кетіп қалады. Кейін Жәмиле мен балықшы шал оның үйшігіне келеді. Жәмиле оның бет-аузына тиген соққыларды сүртіп, одан неге өзін қорғанбағанын сұрайды. Балықшы шал іштей мұңайып қайтыс болған ұлын есіне алып, енді ешкімге қол көтере алмайтынын айтады. Жәмиле оның саусағындағы таңғышты байқап, қандай жара екенін сұрайды. Балықшы шал қолына қарап, бұл жараның ешқашан жазылмайтынын, оның кім екенін есіне салып тұратынын айтады. Сондай-ақ осы уақытқа дейін бұл жараны ешкімнің байқамағанын қосады. Жәмиле оның жұмбақ сөздеріне таңырқап қарап тұрады да, үйіне қайтатынын айтып, қоштасып кетіп қалады. Жәмиле жұмыстан қайтып, Османды алып кетуге Кемалдың үйіне келеді. Сол кезде Хасифе оған Айлинді әкесі үйіне кіргізбей қойғанын айтады. Жәмиле енесіне қарап, онда Айлин менің үйіме келген болар дейді. Хасифе сөзін жалғап Алидің осында келгенін және түсініксіз балықшыға байланысты ашулы түрде үйден шығып кеткенін айтып, оның бірдеңе бүлдіріп қоймағанына күмәнданады. Жәмиле енесіне қарап, мұндай жағдайларға үйреніп кеткенін айтып, енесімен қоштасып Османмен бірге үйіне қарай бет алады. Бұл уақытта Айлин Санерге хабарласып, келісімшарттың әлі де күшінде екенін білгісі келді. Айлиннің сұрағына Санер таң қалып, оған құжаттың әлі де заңды күшінде екенін айтады. Айлин келісімге келетінін білдіреді. Кейін ол теңіз жағасына барып, ұзақ ойланады. Өткенді артта қалдыру үшін чемоданын теңізге лақтырып жібереді. Содан соң анасының үйіне жол тартады. Кеш батты, Жәмиле дастархан басында балалармен бірге кешкі ас ішіп отырып, Айлиннің қайда жүргенін уайымдайды. Берин оны жұбатып, мектепке бармаса және әкесі үйіне кіргізбесе, міндетті түрде үйге қайтатынын айтады. Бірақ Жәмиле оның ақымақтық жасап жүрмегенін тілейді. Осы кезде Жәмиле Бериннің беті қызарғанын байқап, одан себебін сұрайды. Берин абдырап, жай ғана қасып тастағанын айтады. Кенеттен үйдің есігі қағылады. Барлығы жүгіріп, Айлин келген болар деп есікке қарай бет алады. Айлиннің келгенін көрген Жәмиле қатты қуанып кетеді. Барлығы оны құшақтап, үйге кіргізеді. Жәмиле қызынан чемоданын сұрайды. Айлин оның өткен шаққа тән екенін, бәрі ескі болғандықтан теңізге лақтырып жібергенін айтады. Әкесінің оны үйіне қабылдамағанын да жеткізеді. Мете оны әзілмен осы үйде тыныш отыруға шақырады. Бірақ Айлин қатты шаршағанын айтып бөлмесіне кетеді. Жәмиле Айлиннің оғаш қылығына таңданып ойланып қалады. Али мейрамханада отырып, арақ ішкен күйде Жәмилені ойлайды. Ол Жәмиленің үйге қайтып, бір-бірін түсінуге шақырған сөздерін есіне алып, терең ойға батады. Ал бұл кезде Каролин тойдың дайындығымен айналысып, шақыру билеттерін реттеп отыр. Түнде мас болып үйге оралған Али үстелдің үстіндегі шақыру билеттерін умаждай бастайды. Каролин оның бұл әрекетіне ашуланады. Алда олардың үйлену тойы болатынын, бұл шақыру билеттері сол үшін дайындалғанын айтады. Али оған суық жүзбен қарап, бұл некеге күмәнданып айнып қалғанын айтады.